Hey guys, good morning. Осындай қызық сұрақ түсіп жатыр көрерменімізден. Енді мен бұл жерде социолог емеспін. Бұл тек қана менің өзімнің жеке пікірім. Бұл видеодан ешқандай тұжырымдамалар жасамаңыздар, яғни бір факт ретінде қарамаңыздар. Пікір ғой, менің өз пікірім. Енді көрерменіміздің сұрағы осындай. Яғни Америкада білім беру жүйесі бір нәрсеге бағытталады. Яғни мысалы балада математикаға қызығушылық болса, онда ол мектептен бастап арнайы мектепке барады, математика уклоны бар мектепке, курстар алады, университетте сол математика бағытында жұмыс жасайды, білім алады. Сонда бір саланы терең қазады дейді. Ал Қазақстанда керісінше бізде көп нәрсені білеміз, бірақ сыртын ғана қазамыз, терең кірмейміз. Себебі көп нәрсені білеміз, ортақ, бірақ әр нәрседен терең білім жоқ. Міне, сонда қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс деп жатыр. Анализ жасап беріңізші. Соған қарап кетейік. Бұл енді менің қайтадан айтам пікірім, так что комментарияда міндетті түрде келісесіз бе, келіспейсіз бе, өз пікіріңізді де жазып кетіңіз, пікірімізбен алмасайық. Енді Америкадағы жаңағы осындай білім беру жүйесінің плюстары мен минустарына тоқталып кетейік бірінші. Ол жақта алдыңғы видеода айтып кеткен едім, сол видеодағы бұл комментария. Америкада мектептер үшке бөлінеді, яғни 1-ші сыныптан 5-ші сыныпқа дейін, 6-ші сыныптан 8-ші сыныпқа дейін және 9-ші сыныптан 12-ші сыныпқа дейін. Сонда әр мектеп, әр жерде, балалар бір жерде оқымайды. Және сол мектептердің ішінде сыныптарды да сіз мысалы жыл сайын бір кісімен, бір Қазақстандағындай бір адамдармен оқымайсыз. Сіз әртүрлі адамдармен оқисыз. Және ол жақта мүмкіндік, таңдауға мүмкіндік береді. Яғни мен есімде 6-ші сыныпта неге бір junior high schoolда жүрдім, Дейврей Бури деген. Сол кезде мен бір оригами ма бір неге қызықтым, сол кезде сол арнайы сабақты алдым өзім. Сонда теннисқа қызықсаң, теннисті аласың, сондай мүмкіндік, таңдауға мүмкіндік береді. Және бұл жүйенің пайдасы студент шәкірттерде, оқушыларда таңдау деген нәрсе бар. Яғни олар таңдап үйренеді. Маған болашағыма не керек? Кім болғым келеді деген сияқты сондай еркіндікті балаларға бір деңгейде беріп жатады. Бұл жақсы жағы. Және де басқа да минустары бар. Енді плюсы болса, минусы қандай? Минусы мен бұл жерде бәрібірде бала, ол бала. Қай жақта болса да, Америкада болсын, Қазақстанда болсын, Африкада да болсын. Бала болған соң әлі бала толығымен түсінбейді, менің ойымша. Себебі математик болам деп айтасың, 8-ші сыныпта даже университетке түсіп, бірақ мүлдем басқа бағытта жұмыс жасап кетесің. Мысалы өзім қаржы саласында оқыдым, бірақ қазір ағылшын тілін мұғаліммін. Сол секілді балалар ойлаймда бәр жерде өздері енді пока бала ғой, ол үлкен әлемге дайын емес, ол оны түсінбейді. Сол себеппен ондай жүйенің пайдасы да енді пайдасы ондай көп емес сияқты көрінеді маған бір жағынан. Себебі бала әлі бала, оған қанша жерден таңдау берсен, ол бәрібірде дайын емес. Сол үшін бірақ мысалы Қазақстандағы осындай система жүйенің плюсы, біз жаңағы мектепте балалар бәр жақты болады, әр түрлі сабақтар көреді. Сонда олар бәрін біліп отырады да, кішкене тақырыптан кішкене кетіп қалдым. Айып етпеңіздер, себебі мен бұл жерде сұраққа қайтып келейік. Сұрақ бәрінен кішкенеден білген жақсы ма, әлде бір нәрсені терең қазған жақсы ма? Қазақстанда енді жалпы
қандай екенін мен білмеймін, қандай система. Мысалы терең қазатын адамдар да бар ғой, бізде мысалы физматымыз бар, бәрібір де. Енді ол Америкадағындай көп әртүрлі мектептер емес, мысалы әртүрлі бағытта, бірақ бізде де бір нәрсенің қазғың келсе мүмкіндік бар, сол үшін ондай мүмкіндік жоқ деп айтпайық. Спорт школа бар, мысалы сен спортпен жүрейін десең, спорт школа бар, солай кете береді. Бірақ Қазақстанда, мен байқаған, бізде Қазақстанда балаларда критическое мышление деген нәрсе қатты дамымаған. Не қып десеңіз, бізде көп реферат жазғыздырады, көп балаларға көп мысалы тақпақтарды жаттатқыздырады, әсіресе бастауыш мектепте. Критическое мышление деген қалай? Критическое мышление деген мысалы бізде литературный элементы деген, literary elements деген нәрселер бар. Мысалы литератураның өзінде ол theme, мысалы setting, symbolism, metaphor, метафор, сондай элементтер бар, құралдар. Мысалы бізде мектеп кезінде уже бір кітапты оқимыз, шығарма. Кәдімгідей мектеп бағдарламасы, сол кітаппен жұмыс жасайсыз. Яғни отырасыз да сол кітапты оқисыз және оған сол кітапқа қатысты сочинение жазасыз. Жаңағы мысалы бұл кейіпкерлердің кім екенін, не үшін олай жасады, және болып жатқан жерін, мекеніне туралы қатысты символизмға қараймыз, қандай сабақ бұл кітап, шығарма беріп жатыр, сондай нәрселерге қараймыз. Критическое мышление болатын. Содан кейін бір кітаппен бір кітапты салыстыратынымыз. Мүмкін Қазақстанда қазір оны жасап бастап жатқан шығар, бірақ мен мектепте үйрете бастаған осыдан 10 жыл. Ол кезде ондай болмайды, мүлдем көрмейтін. Сол үшін сол Қазақстандағы жетпейтін нәрсе менің ойымша сол критическое мышление сияқты. Себебі критическое мышление ол өте маңызды. Және Америкада соған көп мән береді. Яғни бала өз пікірін дамыту керек. Ал Қазақстанда бұндай нәрсе мен әлі көрген жоқпын. Америкадағындай. Сол. Және Қазақстанда бізде мысалы мектепте бір жерде оқиды, бір жерде дос жаңағы сыныптастарымен мектепті бітіреді, қаншама кісілерді білемін, сол кісілермен сыныптастарымен өте жақсы дос, 20, 30, 40 жыл өтіп жатса да, қандай керемет тамаша нәрсе, достық деген нәрсе. Сол Қазақстанның плюсы деп ойлаймын, мектеп жүйесінің. Сол. Ал енді бір нәрсені терең қазбау, ол менің ойымша адамдардың да бір жағынан қаламауы мүмкін. Себебі адам бұл заманда адам бір нәрсені терең қазам десе, онда қаза береді ғой. Мысалы YouTube бар, ұстаздар бар. Қаласан бір нәрсені өзің бірінші қалауың керексің. Содан кейін сол нәрсені қазуың керексің. Және Америкада да неуспешный адамдар көп. Бұл жерде Қазақстан мен Американы салыстыруда бір дұрыс нәрсе емес. Себебі Қазақстан біздің егемендігіміз алғанымызға міне 30 жыл болды, 30 жылдан асты. 30 жыл болды екен ғой. Ал Америкада болса, ол 200 жылдан асып кеткен мемлекет. Сол үшін ол жақтағы 200 жыл бойы дамымаған системаны және 30 жылдық системамен салыстыруға болмайды мүлдем. Сол себеппен бізге Қазақстанда уақыт керек, уақыт бұны дамытқанға. Және Америкада әрине оларда енді мықты білім беру жүйесі, ең мықты университеттер де бар Америкада, әлем бойынша саналатын. Сол бізге де енді уақыт керек. Сол тағы не айтам. Примерно осы, басқа бұл нәрсеге басқа айтарым жоқ. Комментарий қалдырыңыздар, егер де тақырып пайдалы болса, болмаса өз пікірлеріңізді білдіріңіздер, болмаса қызықты тақырыптар болса айтыңыздар. Подписаться етіңіздер каналға, лайк артық етпейді. Take care.